Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге қатпарлы самсаның ерекше рецептімен бөлісетін боламын. Және де осылай қатпарлы болуының құпиясымен бөлісетін боламын. Лайктарыңызды аямаңыздар. Каналымызға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Қажетті заттардың мөлшері описанияда жазылған, және де осы видеода да жазылады. Жалпы бұл рецептпен 30 дана самса шығады. Кішкентай жасасаңыздар, ал үлкен қылып жасасаңыздар 25 дана самса шығаруға болады. Ең алдымен самсамыздың қамырын дайындаймыз. Ол үшін көрсетілген су мөлшеріне жұмыртқа, тұз салып жақсылап араластырып, қатты қамыр болғанша ұнды қосып илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болмау керек. Егер де жұмсақ болса, біздің қатпарлы самсамыз бір-біріне жабысып қалады, қатпарлары көрінбей қалады. Сондықтан барынша қатты билеуге тырысыңыздар. Сол кезде жақсы шығатын болады самсамыз. Мінекей біздің қатты қамырымыз иленді. Енді осыны 2 бөлікке бөлеміз. Егер де қатпары көп болсын десеңіздер, 3 бөлікке бөліп тындырсаңыздар да болады. Көріп тұрғандарыңыздай мен қамырды 2 бөлікке бөліп, жақсылап басып, тындырып, 15 минутқа бетін жауып қойдым. Минуттан кейін қамырымыз жұп-жұмсақ болып тынғанын көреміз. Сол кезде оның көмегімен аса жұқа қылмай қамырымызды жаюға кірісеміз. Міне дәл осы видеодағыдай жұмсарып, тынып, тестамыз дайын болады. Оның көмегімен жақсылап басып, өте жұқа емес қамыр жаямыз. Қамырды жайған кезде ескеретін жағдай, осы оқтаудың шетін ұстап жаятын боламыз. Сол кезде біздің қамырымыз біркелкі болып шығатын болады. Қолмен ұстамайтын боламыз қамырды. Неге біздің қамырымыз қалыңдығы осы видеодағыдай болу керек, өте жұқа емес, кішкене қалыңдау болады. Және де бетіне жағатын сары майымыз 82% болғаны жақсы. Сол кезде біздің самсаның дәмі өте жақсы шығады. Жалпы өз қалаларыңызға сай майлылығы төмен майды пайдалансаңыздар болады, бірақ мен оны сіздерге ұсынбаймын. Дәмі жақсы шығу үшін барынша майлылығы жоғары майды пайдалансаңыздар дәмді шығатын болады. Майды жақ болғаннан кейін ол әбден кепкенде барып, екінші тестамызды жайып, соның үстіне қоятын боламыз. Үстіндегі май кепкенше екінші қамырымызды жайып үлгердік. Соның үстіне май кепкеннен кейін екінші тестамызды жайып шығатын боламыз. Үстіне тағы бір слой сары майды ерітіп тағы да жайып шығамыз. Май өте көп болмау керек, себебі ол ораған кезде сыртына ағып кетеді. Сондықтан өте көп мөлшерде жақпай, әбден кепкеннен кейін барып, қамырымызды орап шығатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай мен қолыммен ақырын тексеріп көремін. Міне жақсылап кеуіп шықты. Енді орауға кірісетін боламын. Ораған кезде қаттырақ орауға тырысыңыздар, ортасына ауа қалмағаны дұрыс. Себебі біздің қамырымыз домалақ болып оралғаннан кейін, біз оны кескен кезде ортасында ашық жер қалмауы керек. Қамырымызды орап болғаннан кейін, май жақсылап қату үшін холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді самсамыздың салмасын жасаймыз. Мен ол үшін тауық еті, пияз, картошка, қара бұрыш, паприка, кориандр, тұз, осы дәмдеушілерді қосып, жақсылап араластырып, дайындап қойдым. Сіздер өз қалаларыңызға сай фарштан жасасаңыздар болады, немесе аскөктен де жасасаңыздар болады. Мінекей біз холодильниктен алып шықтық.
Мен 2 бөлікке бөлдім. Соның бір жартысынан ғана жасаймын. Қамыр қалса, оны морозилькаға салып қойсаңыздар болады. Енді өздеріңіз жасайтын самсаның формасына қарай қамырды қалыңдау немесе жұқа қылып жаямыз. Ал қалың болу үшін оны үлкендей қылып кесуге болады. Ал мен мынаның ішінде мини самса қылып жасадым, және де тағы біраз бөлігін үлкендей қылып кесіп, үлкен самса қылып жасап шықтым. Және де бір ескеретін жайт, біз самсаны жайған кезде ортасынан шетіне қарай жаятын боламыз. Сол кезде біздің самсаның қатпарлары жақсы көрінетін болады, және де ортасынан жылжып кетпейді. Жайып болғаннан кейін ішіне салмамызды салып, үшбұрышты қылып самсамызды жауып түйіп шығамыз. Мінекей түйген кезде осындай көрініс беретін болады. Және де қалған қамырды да дәл сондай әдіспен жайып шығамыз. Және бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Самсамыздың беті қызарып, жақсы пісу үшін. Ал бетіне сәндік ретінде өздеріңіз күнжут сепсеңіздер болады, мақ сепсеңіздер болады. Мен күнжутты сүйіп шықтым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, 10 самса үлкен формада, ал 6 самса кішкентай формада жасап шықтым. Енді 180 градуса қызып тұрған пешімізге осы самсаны салып, 30-35 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан пісу уақыты да өзгеруі мүмкін. Соны ескеріңіздер. Мінекей біздің самсамыз пісіп шықты. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Осындай өте дәмді самсаны үй жағдайында өз қолыңызбен жасай аласыздар. Дәл осы рецептімен жасап, заказ алсаңыздар да болады. Мінекей дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамыр слоеный болып шығады, өте дәмді болады. Егер де рецепт ұнаған болса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады. Сіздермен болған Альмира. Каналымызда жаңа рецепті жіберіп алмау үшін тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар.